Дубайдағы 5-ші күн. Дубайдағы ең атақты жердің бірі ол сафари. Бүгін біз сафариға қарай жол тартамыз. Дубай менен сафаридің ара қашықтығы 1,5 сағаттық жер екен, әжептәуір алыс. Сафариге адам басына $30 төледік. Ол $30 ішіне не кіреді? $30 барып қайту машина, одан кейін ужин кіреді екен, сосын кейін сол жақта концертный жаңағыдай выступлениялар болады, отпен жаңағыдай танец живота болады екен. Одан кейін мына отырған машинамыз әр өзі фотосессия жасайтын жерлерді біледі, сол жерлерге тоқтап өтеді екен. Қазір бізге мына жерге тоқтады, бұл жерде гидроцикл бар екен, и осындай көйлектер, киімдер, барлық нәрсе бар ғой, арабский. Мен өзім Қазақстаннан уже дайындалып, киімдерім бәрін алып барған екен, мен ештеңе сатып алған жоқпын. Күйеуіме осындай арабский национальный киім сатып алдық. Басында мына киімді бізге басындағысы менен үстіндегі киімді 61.000 теңге деді. Теңгемен сразу есептеп жүрдік. Сөйтіп саудаласып жүріп, үйтіп 12.000 теңгеге түсірдік қой, представляете? Турист екенімізді біліп, олар да қымбат бағаны айта береді екен. Қасымызда әлде де таныс болғаннан кейін, ол тіл білгеннен кейін саудаласып жүріп 12.000 теңгеге түсіріп алдық. Сафаридің өзінің ең қызығы осы машинаменен жүру ғой. Құмда мына джиптардың бәрі специально осы құмға арналған джиптар, қандай биік жерлерден қорықпай бүйтіп өтіп кете береді ғой. Мына жерде бірақ мына машинамыздың алды бірдеңеге қатты тиді, тақ еткізіп, содан араб қорқып кетіп түсіп көріп атқан жері ғой. Сосын бізді мына құмның орта жағына қарай апарды. Сол жақта біз фотосессия жасадық, видео түсірдік. Барлығы да сол орта жағына қарай барады екен, сол жақта суретке түсіп. Негізі Дубай десе адамдарға осы сафари менен әлемдегі ең биік здания Бурдж Халифа елестейді ғой. Сол екеуін көрмей кетпеймін деп едім. Аллаға шүкір, екеуін де көру нәсіп етті. Сафариге де бардық, Бурдж Халифаға да бардық. Мына жерде уже машинаға отырып, мен киімдерін бәрін ауыстырып алдым да, фотосессия жасадық, видео түсірдік, күшті видеолар шықты. Мына сафариде жел қатты болады екен, сондықтан күн жарықта қайтадан өзің артқа келген жолыңа қайтуың керек, себебі жел болып келген ізіңді таппай қалады екенсің, өшіп кетеді екен. Сол үшін де бізді апарған араб асықтырып, болыңдар, уақыт бітіп жатыр деп, мына жерде еще шыға алмай қалды, зорға дегенде шықты, біз түсіп тұрдық. Күн жарықта келген сияқты едік, уже қараңғы түсіп жатыр ғой. Сосын кейін ол жақтан шығып, қайтадан желін үріп алды. Құмға шығатын кезде машинаның дөңгелектерін желін шығарып тастайды екен. Кейін шыққан кейін қайтадан үріп алады екен. Күйеуімнің де жұмысы автосервис болғаннан кейін, бұл жақтың автосервистері қандай екен деп түсіп, көріп, қарап, қызығып жатыр ғой. Бірақ бұл жақта вулканизация менен байымайды екенсің деп күліп жатыр ғой. Неге десеңіз, бұл жақтың жолдары теп-тегіс, еще қыс болмайды. Зима-лето деген, баллон ауыстыру деген нәрсе жоқ қой. Сосын бізді осындай лагерге әкелді. Келсек, уже концерт басталып жатыр екен. Сразу отыра қалып концерт көрдік. Сосын кейін өздері шақырады екен тамақтар дайын болған кезде. Бірақ маған Дубайдың тамақтары онша ұнамады. Қандай тамақты алсаң да бәрінің тұзы кем, андай құры суға қайнатып ала берген сияқты да. Бірақ сонда да аш болғаннан кейін енді түртіп жедік, қарын тойғызу керек. Сіздерге қалай, қызық болып жатыр ма? Қызық болса, комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер. Дубайға қайтып келесің ба дейтін болса, қайтып келетін едім тек қана демалуға, бірақ тұруға бұяқта тұрмас едім. Бәрібір Қазақстанымызға жетпейді. Қазақстанға келген кезде еркіндікті сезіндім ғой, таза ауа, кең байтақ жеріміз, кәдімгідей еліміздің, жеріміздің, Қазақстанымыздың қадірін біліп келдім ғой. Өзге елде ұлтан болғанша өз еліңде сұлтан бол деген мақалды енді түсініп жатырмын ғой. Дубай судың жағасында болғандықтан пар сияқты ыстық болады екен да, кәдімгі ыстықтан париться етіледі да, судың жағасы болғандықтан. Зданиялардың ішіне кіресің, кондиционер ұрып тұрады, суық зданиялардың іші. Ал сыртқа шығатын ыстық, сондай да, ыстық суық деп кәдімге ауырып қала жаздадық. Концерт біткен соң осындай түйеге отырдық. Түйе деген рахат екен ғой, жайлы. Ал біздің 5-ші күніміз осындай қызықты өтті. Сіздерге қалай, ұнады ма? Ұнаса комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер.